Сәлем, менің есімім Лаура. Балалық арманымның кесірінен болашағымды құртып ала жаздадым. Сіздерге әуелі өзімнің отбасым туралы айтып берейін. Мен қарапайым отбасынан шықтым. Әкем инженер, анам мұғалім. Кішкентай кезімде ертерек есейсем екен деп армандайтынмын. Ақбоз атты ханзаданы кездестіріп, зиялы отбасын құрсам деп ойлайтынмын. Сол себепті де мен оқыған, жақсы киінген, бай салды, өзімнен ересектеу, қолына портфель ұстаған жігіттерге көз тастайтынмын. Ал өзімнің құрдастарыма мүлдем назар аудармайтын едім. Сенбі күні қонаққа әкемнің ескі досы келетін болды. Олар 10 жыл көріспеген екен. Әр түрлі әңгіме айтатын инженер әріптестерінің бірі болар деген оймен аса мән бермедім. Анам ақ дастарханын жайып, үстін дәмді тағамдармен толтырды. Бірақ күткен қонағымыз әлі келетін емес. Оның осыншалықты күттіріп қойғанына ашулана бастадым. Өйткені қатты қарным аш еді. Біраз уақыттан кейін әлгі қонағымыз келді. Үйге кіріп келгенде мен тілден кеттім. Себебі кіре берісте мен армандаған адам тұрған еді. Сымбатты, сұңғақ бойлы, әдемі киінген, бір қолында портфель, екінші қолында гүлі бар. Маған қатты ұнады. Әкем екеуі әңгіме айтып, қалжыңдасып, балалық шақтарын еске алып, ұзақ отырды. Ал мен осы кеш аяқталмас екен деп тіледім. Бірақ ол мені үнемі қызым деп айтатын. Қызым деген сайын менің жүйкем қозып, іштей ашуланатынмын. Белгілі болғандай, ол біздің қалаға жуырда көшіп келіпті. Өзінің шағын кәсібі бар екен. Сондықтан да бізге жиі келетін болды. Ал мен болсам онымен кездесуді асыға күтетін едім. Соңғы кездері әкемнің досы маған басқаша, ерекше көзбен қарайтындай болып көрінетін болды. Бұрын мені мүлдем байқамайтынды. Ақмақ басым, оның маған деген көзқарасын басқаша түсінген екенмін. Не керек, менің арманымның, жоспарымның күл-талқаны шықты. Жарайды, бәрін ретімен баяндап берейін. Бір күні ол бізге кешкі асқа келді. Отбасымызбен бірге тамақтануға отырдық. Ол маған қарсы жайғасты. Қайта-қайта көз алмай қарай берем. Тіпті екеуміздің сайбақта серуендеп жүргенімізді, ойнағанымызды, қалжыңдасқанымызды елестетіп, қиял құшағына беріліп кеттім. Бір кезде әкемнің маған ашуланып қарап отырғанын байқап қалдым да асханадан шығып кеттім. Сол түні анам екеуінің әңгімесін естіп қалдым. Әкем мені бұдан былай досынан аулақ ұстау керектігін айтып жатты. Содан кейін ол біздің үйге сирек келетін болды. Әкем мен екеуінің қарым-қатынасы да бұзыла бастағанын байқадым. Әрине, әкем менің досына деген сезімімді байқап қойғанын білдім. Бір түрлі сағына бастадым. Бір күні ол өзі телефон шалып, менің жағдайымды сұрай бастағанда қуанышымда шек болмады. Мені жақсы көреді екен деп ойлап толқып кеттім. Бір күні әкемнің досы мені кездесуге шақырды. Қуана-қуана келістім. Ұзақ күткен кездесуге барынша дайындалдым. Жаңа көйлек, аяқ киім сатып алып, боянып, сыланып бардым. Мен өзімнің сезімді айтамын деп шешкен едім. Ол мені жылы қарсы алды. Біраз әңгімелестік, бірақ бір түрлі қобалжып отырғандай көрінді. Қайта-қайта сағатына қараумен болды. Мен де қобалжи бастадым. Дегенмен бар күшімді жинап, оған деген сезімді енді айтайын дегенім сол еді, жанымызға бір әйелмен менімен қатарлас жігіт келіп отырды. Бетіме күле қарап, оларды таныстырды. Әйел мен баласы екен. Міне сол кезде менің қандай күй кешкенімді білсеңіздер ғой. Оның маған деген ешқандай сезім болмағанын біле тұра, қиялға беріліп өз-өзімді алдағаныма қатты налдым. Шын мәнісінде осы уақытқа дейін отбасы бар жоғында сұрамаған екенмін. Өзімнің жақсы көретінімді айтып үлгербегеніме іштей қуандым да. Айтпегенде жағдайдың немен аяқталатынын елестеткім де келмейді. Айтпақшы, баласы әкесінен аумайды екен. Келбеттері де, мінездері де ұқсайды. Мені ұлымен таныстыру үшін шақырған екен. Осы кездесуден кейін баласымен жақсы сөйлесіп кеттік. Бұған оның әкесі риза еді. Көп ұзамай екі отбасы қайтадан араласа бастады. Осы кездесуден кейін баласымен жақсы сөйлесіп, бұған оның әкесі де риза еді. Көп ұзамай екі отбасы қайтадан араласа бастады. Сол кезде әкемнің досына ғашық боламын деп болашағымды бүлдіріп ала жаздағанымды түсіндім. Осы оқиға туралы не ойлайсыздар? Пікір қалдырып, лайкты аямаңыздар. Қоңырау басып, қолдау білдіріңіздер.